Біз ең соңғы оқыған дәрісімізде пайғамбар өмір баянында саллаллаху алейхи уассаламның хижреттің 5-ші жылында Шәуәл айында пайғамбар өмірінде елеулі оқиғалардың бірі Хандақ соғысын оқып бастаған болатынбыз. Және бұл соғыстың екінші есімі Ахзаб соғысы деп те аталды. Және бұл соғыстағы ерекшелік, бұл кезде Сәлман әл-Фариси, парсылық Салман атты атақты даңқты сахаба ислам дінін қабылдаған болатын. Сол сахаба Сәлман әл-Фарисидің нұсқауыменен Мәдинаның айналасын қоршап, орды қазып, сырттан келе жатқан жау тарапын осылай қорғануға бекінген болатын Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам. Біздің келіп тоқтаған жеріміз соғыс басталып кетті. Сол кезде мүшриктерден Нуайм ибн Мас'уд әл-Ашшаи деген бір кісі жасырын келіп, пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға келіп, өзінің шын мәнінде ислам дінін қабыл еткендігін хабарын берді. Бұл Нуайм ибн Мас'уд деген сахаба кісінің ислам дінін қабылдағанын пайғамбарымыздан басқа ешкім білмейтін еді. Естеріңіз болса, бұл соғыста меккелік мүшриктер, сонымен қатар Ғатафан, Бәну Надир, Бәну Құрайза, Бәну Қайнуқа сынды Меккеден кеткен бұрынғы Яхуди 200-ді Яхудилердің де бұл соғысқа қатысқандығын, пайғамбарымыз Медина қаласында болса, жан-жағында жаңағы қоршап пайғамбарымызға ашық соғысқа шыққан болатын. Сөйтіп, сол жерде Нуайм ибн Мас'уд деген келіп, «Уа Алланың елшісі, я Расулалла, расында мен ислам дінін қабылдадым. Ал бүкіл менің қауымым менің ислам дінін қабыл еткенімді білмейді. Маған бір тапсырманы берсеңіз, мен сізге өзімнің жәрдемімді көрсетсем, я Расулалла» деп сөйледі. Сонда пайғамбарымыз, «Анта ражулун вахидун», сен біреусің ғой. «Ва маза аса ан таф'ала», сенің қолыңда не келеді деп ойлайсың? Бір өзің осынша 10 мыңға тартар әскерге қандай төтеп беретін қауқарың бар деп пайғамбарымыз сөзін айтты дағыны бұлай деді: «Бірақ та хаззил анна мастатa'т фа иннал харба хидратун». Шаман келгенше жауды әлсірет, олардың мәселесін шеш, анығында соғыста өтірік айтуға рұқсат беріледі деп айтты. Қараңыз. Сөйтіп, бұл Нуайм ибн Мас'уд деген кісі дереу Бәну Құрайзаға барды. Бәну Құрайза кім? Бұлар Мәдинаның шетінде орналасқан, Мәдинадан әлі қуылмаған яхудилер. Бұрын Мәдинада 3 яхуди қауым өмір сүрген еді: Бәну Қайнуқа, Бәну Надир, Бәну Құрайза. 3 болды. Соның ішіндегі Бәну Надир мен Бәну Қайнуқа Мединеден кетіп қалған, біреу ғана қалған. Олар Бәну Құрайзалар еді. Бұлар менен мұсылмандардың арасында не бар еді? Бітімгершілік бар еді. Бір-бірімізге әрқашан жәрдемімізді береміз деген. Алайда бұлар соғыстың ортасына келген кезде мұсылмандарды қинап, біз соғыспаймыз, біз сіздермен уәдемізді бұздық деп, кері Мәдинаға кетіп, ары қарай өздерінің бекіністеріне барып жатып алған еді. Қараңыз. Енді жаңағы өзін ислам не екендігін жасырын түрде қабылдаған Нуайм ибн Мас'уд деген кісі бірденен мұсылмандардан ат құйрығын үзіскен, уәдесін бұзысқан Бәну Құрайзаға бараттағыны былай дейді: «Сендер, ей Бани Құрайза қауымы, ta'rifuna wuddi lakum wa khawfi alaykum». Менің сендерге деген қамқорлығымды, сендерге деген жанашырлығымды білесіңдер ғой. Мен сендер үшін алаңдап қорқып отырмын. Мен сендерге қазір бір сөзді айтамын, сол сөзді орындаңдар, бірақ ешкімге айтушы болмаңдар, сөз бересіңдер ме дейді. Олардың барлығы: әрине, ей Нуайм, біз сені танимыз ғой, сен расында бізге жаның ашиды, біз уәдемізді бердік деді. Сонда былай деді: «Лақад раитум ма вақа али бани Қайнуқа ва Надир мин ижлаихим». Сендер осы уақытқа дейінгі жағдайды білесіңдер ғой. Мәдина қаласынан мына кісі, яғни Мұхаммед, қараңыз, олардың ішіне сеніміне кіру үшін Расулалла деп айтқан жоқ та, мынау Мұхаммед сендердің бауырларың Бәну Надирді,
Бәну Қайнуқақты қалай Мединеден қуып шығарып жібергенін білесіңдер. Бала шағаларын ғана алып, мал дүниелерін осы жерде тастап кеткен еді. Арасында мынау Құрайыштар сендерге уәде беріп жатқан. Және Ғатафандықтар ол сендердің жағдайларың сияқты емес. Олар осы тиімді мүмкіншілікті пайдаланып, егер ұтса жеңіске жетті, ал егерде мына соғыстан ұтылатын болса дейді, Құрайыштықтар мен Ғатафандықтар кетіп қалады. Сендер осы жерде қаласыңдардағыны ары қарай Мұхаммедпен өмір сүресіңдер, одан кейінгі көретін күндерің қиын болады. Оларға беріспеңдер. Керісінше мұсылмандарға не беріңдер? Жәрдемдеріңді көрсетіңдер деп әлгі кісі не істейді? Нуайм ибн Масуд деген кісі Бәну Құрайзаға барып осылай сөзін айтады. Және бұлай дейді: мен сендерге қазір бір ойымды айтатын боламын. Егер қазір сендерді Құрайыштар мен Ғатафандықтар бізге қосылып мұсылмандарға қарсы соғысыңдар деп келетін болса, олардың сенімдерін өздеріңе кіргізу үшін олардың менмін деген шарапатты 70 адамын өздеріңе кепілдікке алып қалыңдар. Ертең олар уәдесінен бұзылып қашып кететін болса, 70 адам сендердің қастарында кепілдікте қалады. Олар қашып кете алмайды, сендерге жәрдемін береді деп айтады. Сөйтіп олар бұл ойды не істейді? Қабылдайды. Керемет ой екен. Нуайм, расында сен бізге шынымен де жаның ашитын кісі екен деп айтады. Сөйтіп Нуайм Бәну Құрайзадан шығып Құрайыштарға барады. Уа Құрайыш халқы, расында менің сендерге деген қандай жанашыр екендігімді, сендерге деген қандай қамқор екендігімді білесіңдер ғой? Иә, әрине білеміз. Олай болса бері келіңдер, мен сендерге қазір бір ақыл кеңесімді айтатын боламын. Оны ешкімге тіс жарып айтушы болмаңдар. Уәде бересіңдер ма? Әрине Нуайм, уәде береміз, сен біздің жанашырымызсың деп айтады. Сөйтіп Нуайм былай дейді: расында мынау сендермен қазір достасып жатқан, Мәдинада жатқан Бәну Құрайза яһудилері Мұхаммедпен уәдесін бұзғандығына өкініп отыр. Олар қатты өкініп отыр. Неге? Өйткені сендерден олар күдіктеніп отыр. Сендерден күдіктеніп отыр. Бұл мүмкіншілікті пайдаланып, егер бұл соғыстан жеңіліске түсетін болсақ, Құрайыштар кетіп қалады дағыны, біз мына жерде Мұхаммедпен достарымен бірге қаламыз, көретін күніміз қиын болады деп, олармен мәмілесін бұзғандығына өкініп, сендермен келісімге түскендігіне қайғырып, көңілдері түсіп отыр. Және олар қазір сендерге келеді дағыны, кепілдікке сендердің менмін деген үлкен батыр шарапатты 70 адамдарыңды өздеріне кепілдікке алуға келіп сұрайды. Сендерден олар күдіктеніп отыр, қашып кетеді екен деп дейді. Сосын мынау сөзді ешкімге тіс жарып айтушы болмаңдар, және Бәну Құрайзадан сақ болыңдар дейді. Олар не істейді? Нуаймның айтқан сөзіне аңтан болып отыр. Кеше ғана келісіп бірге соғысамыз деп кеткен, бүгін Нуайм келіп бұлардың өкініп отқандығын айтып, оларды ескертіп кетеді. Олар да Нуаймның сөзін не істейді? Тыңдайды. Бірақ аңтан болып қалады. Қалайша? Деп сеніңкіремейді. Сөйтіп Нуайм деген кісі шығаттағыны Ғатафанға барады. Ғатафанда 6000 әскермен келіп отыр ғой мұсылмандарға қарсы. Оларда да үлкен күш бар. Ғатафандықтарға барып тура Құрайыштарға айтқан сөз айтады. Мынау расында Бәну Құрайза сендермен уәделескен еді, бірақ Мұхаммедпен уәдесін бұзғандығына өкініп отыр. Сендерден күдіктеніп отыр. Сендердің пәлен деген адамдарыңды кепілдікке алғысы келіп отыр. Осыдан қарап тұрыңдар, ертең сендерге келіп, олар кепілдікке адам сұрайды. Олардан не болыңдар? Сақтық шараларында жасаңдар деп айтып кетеді. Сөйтіп ертесі күні таң атқаннан кейін Абу Суфиян, бұл 10.000 әскердің басшысы, мұсылмандарға қарсы қол жинап келген, тұраттағыны Бәну Құрайза еліне бір адам жібереді. Оларды ертең соғысуға шақырады. Бізге қосылыңдар, ертең ашық үлкен Мұхаммедтің адамдарына қарсы соғысты бастаймыз, сендер бізбен бірге сол соғыста болысыңдар деп айтып жібереді. Сол кезде ол Бәну Құрайза былай деп жауап береді оларға:
инна ла юмкинуна ан нуқатила фи сабт. Біз сенбі күні соғыспаймыз. Ертесі күні сенбі болады. Біз сенбі күні соғыспаймыз. Неге? Өйткені сенбі күні біздің ата бабаларымызға үлкен бәлекет, қайғы, қасіреттер келген. Бақара сүресінде Алла айтады ғой, оларды сенбі күні балық ауламаңдар дейді, бірақ олар балық аулап, сөйтіп олардың барлығын Аллах Тағала маймылға айналдырып жібергендер бар, солар біледі де бұлар. Біз сенбі күні соғыспаймыз дейді. Өйткені сенбі күні біздің ата бабамыздың соғыспаймыз, бұл күні үлкен бұндай мәселелерге бармаймыз деген үлкен уәде бар дейді. Және сондай-ақ, егер біз сендермен соғысатын болсақ, тек қана сендер бірнеше әскерлеріңді біздердің қолымызға кепілдікке беріп кетіңдер, өйткені сендер ертең қашып кеткен кезде біз сендерге сенетіндей болуымыз үшін деп айтып жібереді. Сөйтіп Құрайш пен Ғатафан кешегі Нуайымның айтқан сөзін растайды. Нуайым расымен де бізге шынын айтқан екен. Мыналар бізден бірнеше атты әскерлерімізді өзіне кепілдікке алуға сұрап жатыр. Демек, бұл жерде бір шикілік бар. Бізді ол ескертіп еді, рас екен ғой, олар бізден шынымен де күдіктеніп отыр екен ғой дейді. Кімдер? Құрайшықтар мен Ғатафандықтар. Сөйтіп, тафаррақатил қулуб ва хафа баъдухум баъда. Алла олардың жүрегін бір-бірлеріне қарама-қарсы қылып бөліп тастайды, және олар бір-бірлерінен қасындағы адамдардан сескене бастайды. Кәна алейхи салату вассалам, осы кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ордың арғы бетінде отырып, Аллаху субханаху ва тағалаға жалбарынып дұға жасап отырған еді. Бұл жерде пайғамбарымыз мынандай дұға жасаған екен: Аллахумма, ва Аллахым, мунзилал китаб, кітапты түсіруші, сари'ал хисаб, есеп қисапты өте тез алушы, ихзимил ахзаб, мынау мүшриктерді, яхудилердің барлығын жеңілдіргіз. Аллахумма ихзумхум вансурна алейхим, Алла оларды бізден ұтылдырғыз, және оларға қарсы біздерге күш, қуат бере көр деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дұға жасап отырады. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның дұғасын Алла Тағала сол мезетте дереу қабыл алып, әлгі ордың арғы бетінде отырған мүшриктер мен яхудилердің барлығына бір сәтте қараңғы түнде үлкен алапат желді Алла жібереді. Дауыл келеді. Деректерді айтады, бұл дауылдың қаттылығын соншалықты қазық қылып қағып қойған шатырлардың қазығымен суырып алып кетеді дейді. Жаңағыдай қолдан жасалған, қыштардан жасап қазан қылып жеп отырған тағамдарын төңкеріп, тастарын бәрін құлатып, сондай үлкен алай-дүлей желді Алла Тағала оларға жібереді. Сол жерде кімдер? Жаңағы мұсылмандардан яхудилер мен жаңағы Құрайштардың барлығы қорқады. Сөйтіп дереу басын бір жерге жинайды ертесіне таң атқаннан кейін. Сөйтіп وَلَمَّا سَمِعَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دَوْضَاءَ فِي جَيْشِ الْعَدُوِّ. Сөйтіп пайғамбарымыз жау жақтағы болып жатқан үлкен алай-дүлеймен қатар адамдардың бір-бірімен аласапыран болып сөйлесіп жатқандығын естиді дағыны. Пайғамбарымыз былай дейді: кім қауым арғы жақтағы отырған жаудың қауымның хабарын кім бізге алып келеді деп сахабаларына айтады. Өзіңіз ойлаңыз. 10 мың әскер отыр, жел болып жатыр, және олар жағдайлары қиын болып жатыр. Ордың бер жағы тып-тыныш, мұсылмандар отыр. Пайғамбарымыз тұрады дағыны, арғы жақта болып жатқан оқиғаның хабарын бізге кім барып біліп алып келеді дейді. Фасакату, бүкіл сахабалар үндемей қалады. Өйткені бару оңай емес қой, 10 мың әскер отыр арғы жақта. Сөйтіп пайғамбарымыз 3 мәрте қайталайды бұл сөзін: кім барып хабарды біліп келеді маған деп. Сол жерде пайғамбарымыздың көзі Хузайфа ибн әл-Яманға көзі түседі. Сөйтеді дағыны: тасма саути мунзу лейла ва ла тажиб. Ей Хузайфа, кеше түннен бері менің сөзімді тыңдап отырсың, не үшін маған жауап бермейсің дейді. Сонда: я Расулаллахи әл-барду шадид. Дала қатты салқын болып отыр ғой, я Расулаллах дейді Хузайфа. Сонда пайғамбарымыз: изхаб фи хаджати Расулиллахи.
Алла елшісінің қажеті үшін бара кел енді, барып қоя сал. Уакташиф лана ал-хабар ал-қаум. Ол жақтағы болып жатқан қауымның хабарын біздерге жасырын түрде біліп кел деп айтады. Және барып тыныш кел, ешкімге ешқандай зияныңды тигізбе дейді. Өзіңіз ойлаңыз. Ордың қатты шұңқыр емес, қазылған жерлерін іздеп арғы бетке өтеді. Өзі айтып беріп жатыр, Хузайфа ибн Яман, қатты жел, дауыл болып тұр, мен пардың ішіндегі секілді үстіме су ағып жатыр, тер дейді. Қайғыды, уайым, проблема. Біреу істеп алса қазір өлтіреді мені. Ешкімге көрінбе деді пайғамбарымыз. Жасырын түрде барып көрсе, Абу Суфьянның битіп бір нәрсеге тіреліп отқандығын көзі шалады. Және қолында бір нәрсені шұқып жебені ұстап отырғандығын көреді. Сол кезде айтады, егер осы жерде менің қолымда садақ болғанда еді, оңтайлы тұр еді, атсам, Абу Суфьян сол жерде өлетін еді. Бірақ маған пайғамбарымыз ешкімге ешқандай зиянын берме деп айтып кетіп еді. Сол үшін мен оған ешқандай садақымды атқан жоқпын, жай ғана көріп келдім дейді. Сол хабарды естіп біліп келеді дағыны, болған оқиғаның барлығын айтып береді. Оларға қатты үрей, дүлей, дауыл тұрып, жағдайлары қиналып, бір-бірлеріне күдіктеніп, арасындағы бірліктері шашырап, не істерлерін білмей отыр, Алланың елшісі деп пайғамбарымыздың қызметін осылай Хузайфа ибн Яман жеткізіп береді. Сөйтіп, жау осы жерде ертесі күні кері өз елдеріне қайтуға бел буады. Уақада балага мин хауфихим, олардың қорқынышты, оларға Алла Тағала қорқыныш берді. Олардың басшысы Абу Суфьян қасындағыларға айтты, кім қасындағы бауырын таниды, қарасын. Яғни бөтен біреу кіріп кетпесін. Қасындағыларға қараңдар. Бөтен біреу арамызға кіріп кетпесін. Және мынандай алай-дүлей желден адасып кетпес үшін қасындағыларын бір-бірлерін мықтап ұстаңдар. Бір-бірлерін мықтап ұстаңдар дейді. Егер қасында адам жоқ болмаса, қасындағы түйенің шынжырынан, ноқтасынан ұстаңдардағыны керуенді ары қарай бастаңдар деп айтады. Кетеміз дейді. Бұл хабарды естіген Сафуан ибн Умайя келеді дағыны, ей Абу Суфьян, сен біздің қауымымыздың басшысысың. Біз саған бүкіл ісімізді аманат қылып тапсырып отырмыз. Ал сен болсаң мына жерден көпшілігімізге айтпай жолға дайындалып жатыр екенсің. Бұл ісің басшылыққа тән сипат емес қой, ей Абу Суфьян деп Сафуан ибн Умайя сөзін айтады. Сол кезде Абу Суфьян тоқтап, бүкіл халыққа дайындалыңдар, біз жолға шығамыз дейді. Сөйтіп Халид ибн Валидке айтады, сен артқы жақты тексеріп жүр. Мұсылмандар кенеттен келіп қалып бізді қуып арт жақтағы отырған кісілерімізді өлтіріп тастамасын, сен соған не бол, бас көз бол деп Халид ибн Валидті арт жақтағы әскерге тапсырады. Халид ибн Валид әлі бұл кезде не істемеген? Ислам дінін қабыл етпеген. Халид ибн Валид, Алла қаласы, хижреттің 7-ші жылы Худайбия келісіменен кейін барып ислам дінін қабыл етеді бұл кісі. Валаула лутфуллахи ва инаятуху. Міне осы жерде Алла субханаху ва тағала өзінің дінін, өзінің расулы пайғамбар Мұхаммедті саллаллаху алейхи вассаламды бір дауыл жіберу арқылы аман есен алып қалды. Бұл кезде Зүл-Қаада айы басталып кеткен еді. Біз айттық қой, 40 күн бойы бұл орда қазды, ары қарай тағы соғыс болды, Шәуәлде басталған. Келесі Зүл-Қаада айы басталып кетті. Алла субханаху ва тағала Ахзаб сүресінің 9-13 аяттарының аралығында бұл күнді неткен керемет, нығметті күн деп атап кеткен екен. Аллах Тағала былай дейді: Я айюхаллазина аману, ва Аллаға иман келтіргендер, узкуру ни'маталлахи алейкум, сендер өздеріңе берілген ұлы нығметті естеріңе түсіңдер. Яғни ұлы нығмет деп осы күні жеңіске жеткен күндеріңді еске түсіріңдер. Изжааткум джунудун фаарсална алейхим рихан ва джунудан лам тарауха. Мен сендерге өзімнің әскерімді жібердім. Ол желді ешкім көрген жоқ. Ва кана Аллаху бима та'малуна басира. Расында Алла Тағала бүкіл нәрсені көруші.
из жаукум мин фауқикум ва мин асфала минкум, сендердің жоғарғы жақтарыңнан, яғни Бәну Құрайза, астыңғы жақтарыңнан, яғни мүшриктер, ғатафандар келген кезде, ва из зағатил абсар ва балағатил қулубу әл-ханажира ва тазуннуна биллахи аззануна, сендердің көздерің аларып, жүректерің жан алқымға келген кезде Алла туралы неше түрлі ойға бардыңдар сендер. Яғни кейбіреулері осындай кезде қиналып қалды. Мәдина болса, арт жақта Бәну Құрайза тұр, ордың мына жағында Бәну Құрайза тұр, жоқ, Атафан тұр, Құрайш тұр, Бәну Надир тұр, бүкіл жау тұр, мына жақта Құрайза тұр, Мәдиналықтар ортада қалып қалды. Сол кезде кейбір мұсылмандардың жүректері шайқалып қалды. Мұхаммед расымен бізді жаудың аузына алып келді ма деп, кейбір жүрегінде толық иман кірмеген 200-лердің не істеп қалған болды? Аллаға күмән тудырып қалған кездері болды. Міне соны осы аятта Алла Тағала айтып жатыр. Хуналику бутулиял муъминуна, мұсылмандар осы жерде расында сынаққа түсті. Ваззулзилу зилзалан шадида, және үлкен зілзала, яғни сендерді Алла Тағала осы соғыста емтихан алып кімнің кім екендігін білгізді. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ, сол кезде мұнафықтар былай деді. وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, жүректерінде ауру бар мұнафықтар былай деді. مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا, Алла мен оның елшісі уәде бергені тек қана өтірік жалған екен ғой. Бізді жаудың аузына дайындап алып келген екен ғой дейді. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا, сол кезде бір тобы, яғни Бәну Құрайзалар, ей Ясриб халқы, мына жерге тұрмаңдар, фарджиу, кері қайтыңдар. Вастазину фариқу минхумун набия, екінші топ болса пайғамбарымызға келіп рұқсат сұрап жатты. Яқулуна инна буютана аура, біздің артқы жақтағы бала шағамыз, үйіміз жалаңаш, бос қалып қойды. Ва ма хия аура и юридуна илля фирара, олардың соғыстан кері қайтуынағы себеп арттағы бала шағасы емес, бәлкім жай ғана соғыстан қашып мұсылмандарды тығырыққа тіреу ғана деп Алла Тағала сол соғыстағы мұнафықтардың және де меккелік мүшриктердің жағдайларын осы жерде біздерге баяндап берді. Сөйтіп мұсылмандар Хандақ соғысында ешқандай соғыспай-ақ үлкен ұлы жеңіске Алланың жәрдемімен жетті. Бар жоғы 3000 мұсылман 10.000 мүшрикке қарсы соғысқа тұрып, Алланың қалауымен осылай жеңіске жетті. Бұл тарихтағы үлкен Хандақ немесе Ахзаб соғысы деп қалған. Бұл соғыстан алатын пайдалар өте көп. Бұл күн мұсылмандар үшін үлкен бір елеулі өмірлерінде қалатын оқиға болып қалды. Біз бүгін міне осы Хандақ соғысындағы мұнафықтардың ортадағы мұсылмандармен келісімін үзгендігін көрдік. Осы уақытқа дейін 3 яхудидің топтың 2-і Мәдинадан пайғамбарымыздың себебімен қуылып кеткен еді. Тек біреуі ғана қалды. Ол Бәну Құрайзада. Бәну Құрайзаның жаңағы мұсылмандарға жасаған қиянаты ол соғысқа келген кезде, ортасына келген кезде тастап, біз бұл жерде соғыса алмаймыз деп, кері қайтып, ар жақтан жаңағыдай Бәну Надирдан Хуяй ибн Ахтаб деген шайтан бейнесіндегі адам болып кіріп, яхудилерге жаңағыдай іріткі салып, мұсылмандар Мұхаммедпен ат құйрығын үзіз, оларға ешқашан болыспа, бүгін үлкен жеңіс күні, біз жеңіске жетеміз, мұсылмандарды күл талқан етеміз деді. Ол соның азғыруына ілесті дағына мұсылмандардан бет бұрып кетті. Алла нәсіп етсе келесі дәрісте осы Бәну Құрайзамен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның осы 3000 сахабасы Мәдинаға келіп, киімін шешер-шешпестен пайғамбарымызға Жибрил періште келіп, хабарды беріп, Бәну Құрайзаға қарай жол тартып, мұсылмандар Бәну Құрайзалармен үлкен соғыс басталады. Алла нәсіп етсе, оны біз келесі сабағымызда оқитын боламыз. Уахиру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин. Я жаратқан Алла,
бүгінгі алған білімімізді біздерге пайдалы ет. Алла елшісінің өмір баянында кеткен қателіктерімізді бір өзің кешіре көр, білімімізді арттыр, қияметте пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам шапағатын біздерге нәсіп ет. Уа ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин. Амин. Аллаху акбар.